Assalamu алейкум, құрметті көрермендер, достар, бауырлар. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық тілеймін, істеріңізге сәттілік, берекесін тілеймін. Міне достар, шөпті шауып болдық. Рулондап болдық. 261 дана болды. Енді соны бүгін шығарып жатырмыз. Уже 2 рейс шығардық. 2 рейс шығардық. Мынау 3-ші рейс, бірақ бұны бүгін қазір кеш болып кетті. Үйге барам дегенше қазір сағат 7:30 болып жатыр. 8 болып қалды. 2 сағат жүрем жолда. Сол үшін бүгін бармайым. Вагончиктің қасына апарып қоям. Таң ертең Алла сәтін салса сағат 5-те кетем. Бүгін 2-ші күн. 2-ші күн уже үйге 2 рейс апарып тастадық. Осын 53-пен тасыдық және. Газ 53-пен міне. Мына кеше істеген прицебіміз осылай негізі ыңғайлы да бұлай салған. Мынаған және 15 штук кетеді. А мынау жаңағы заводской, заводтан осылай. 12 сеновозка ғой. Былайынан тығамыз. Былайынан тығамыз да. Сосын үстіне былайынан салынады. Мынаған 14 штук кетеді. Сосын бұл ыңғайсыз. Неке мынаған келіп жатқан кезінде жіпті жырт жіберді. Міне мынаның жіптері міне үзіліп кетті. Мынау үзіліп кетті. Мынау биыл алды, келесі жыл алды. Алла қаласа мынандай қылып істеу керек мынаны. Сол кезде осылай болады. Шөптің сапасы, құрметті достар, шөптің сапасы жаман емес. Былайынша алғанда жақсы, өзіме ұнап отыр. Мінекей. Мынай көк тығыз. 14 салбем ресор жабысты. Ресор дүп түзеу болды міне. Болады енді, темір ғой, аямаймыз. Әдемі істесін. Енді қазір вагончиктің қасына апарып қоям. Мен жуынып, шайынып, тамағым ішіп жатам. Таң ертең 5-те жүреміз енді. Енді әдейі мынау жолдан алыс жақты жинап шықтым. Ертең күндіз келген кезінде жолға жақын жақты жинайым да, уақыт үнемдеу үшін. Қазір менде уақыт бар. Кешке дейін күн батам дегенше уақытым бар. Ал күндіз уақыт азырақ, келіп бірден алып кету керек. Сол үшін осындай қылып жатырған жайым бар. Телешкілер түрі осы. Болады, жұмыстарын атқарып жатыр. Сосын биыл мынаны істеген сварклепше, мынаны металлоннан сатып алдық. Мына біреуді. Не бұл деген білмеймін. Газонның ба, зилдің ба, паркобы ғой. Сосын оны мынандай серганы алдық та. Сосын осыған ішіне мынандай құйып тастадық. Варитет тастадық. Екі жағынан ішінен өлтіріп тұрып ше. Міне достар. Алдын мынандай палец тығатын мына бір жерден тығатын болсаң, мынаның былай алып келесің. Сосын ол деген кетіп қала береді. Жер деген дүп түзеу емес ғой. Кетіп қалады. Сосын бүйтіп мынаның ішіне кіргізіп тұрып тракторды өшіресің, кетіп қалмау үшін. Сосын барып палец тығасың, келесің, түсесің, сондай еді. Ал енді өстіп қойды, мынау ашық тұрады былай. Былай ашық тұрады. Сосын көтеріп алған кезінде немен гидравликамен көтеріп мынаған не басын шығып кетпейді, жүреді. Өстіп жүреді. Ол тартып жүреді. Мына бір жерге шамал ауырлау нәрсе салып қойсаңыз, 5 литрлік баклашканы мен байлап қойдым әдейі. Бұдан да ауырлау нәрсе байлап қойсаңыз, салмағы басып тұрса бүйтіп, ол вообще күшті болады. Осы поляның ішінде шөпті жинап жүрген кезінде мынау ыңғайлы. Ал қазір мен жолға шыққан кезінде салмағы ауырлады ғой, бүйтем да қазір мына нені тық қоям электродты. Болды.
ол сосын ешқайда кетпейді, жоғарыға қарай ашылып кетпейді. Мінекей ашылып кетпейді жоғарыға. Сүйреп жүруге ыңғайлы, әдемі. Мініп түсіп отырмайсың, кабинадан қозғап, кабинадан жұмыс істейсің. Мынандай қылып қойдым, жіпті да. Мына гидравликаны тартқан кезінде мына бір жіппен көтеріп жіберем былай. Мінекей, хоп деп. Сосын мына замок ашылады. Мына құлып ашылған кезінде мынау астыға қарай түседі. Сол кезде мынау деген төменірек түсіп тұрады ғой. Сол кезде былай қылып құлатам да мынаны көтеріп алам. Сосын мынау ізіне дейін көтерілгеннен кейін мынау кетіп қалмайды. Мынау былай ашық жүрсе де, былай ашық жүрсе де бұл сүре береді. Мынау көтеріліп кетпейді негізі, мен қолыммен көтеріп жатырмын ғой. Көрдіңіз бе, бірден орнына барып жатыр міне. Мінекей, бұл көтеріліп ойнап кетпейді. Мынандай болып тұрса да, мынандай болып тұрса да, ашылып кетпейді. Мінекей, лайфхак дейді ғой. Шөп таситын жігіттер, осылай істеп алсаңыздар ыңғайлы. Жүгіріп түсіп қайта-қайта не істеп жүрмейсің. Жақсы нәрсе екен, достар. Көк тракторымыз жұмысын жақсы атқарып отыр, тіпа-тіпа көз тимесін. Құдайға шүкір, осы бір трактормен шаптық 9 метр жатқыны. Сосын онымен орадық, енді шығарып жатырмыз бір трактормен. Енді алдын сатып алатын едік. 8 мыңнан, 10 мыңнан алатын едік кей кезде. Сөйтіп қазір 2,5 миллион, былай 10 мыңнан есептегенде 2,5 миллион теңгені 10 күннің ішінде істеп алдық. Және 300-400 істеуге болады. Мына жақтың барлығы біздердікі ғой, жер. Шапса болады, бірақ оған енді біреудің орайтынын алғыдық. Кісінің заты. Сосын ол айтқан, мен 200-250 істесем жетеді маған деп ше. Сосын келісілгеннен кейін жарайды дедік, енді сымып қалмай тұрып, аман есен берейік деп шештік. Осынысына да тәуба қайта. Егер мынаны мен рассыпной таситын болсам, ол болмайды, өнбейді ниет жұмыс. Қазір мына жерде мен 8 тоннадан артық алып бара жатырмын ғой енді. Бұлай рассыпной дейді ғой, шашыңқы шөпті мен ондай асып кетсе 1,5 тонна алатын шығарым мынаған. 2 тонна болсын жарайды. Бір прицепке да. Сол кезде мен қандай үнемдеп жатырмын. Және мынаумен жұмыс істеу ыңғайлы. Бір адам ғана істей береді. Бір адам таси береді, ар жаққа барғаннан кейін бір адам түсіре береді. Басқа екінші адамның керегі жоқ, шашылмайды, бүлінбейді. Жаңа анау шашылып тұрған шөп ол деген шашылып кетеді, бүлінеді ғой ол. Мынау әдемі бүлінбейді. Мінекей мына жерде шөп, мынандай шөп не? Жұмсақ, ішінде әйтеуір осындайлары бар. Өткенде де көрсеткем ғой. Ана жақта рулондар бар ғой. Осы мына шетте, мына шетке дейін 2 шақырым, мына шетте, мына шетке дейін 1,5 шақырым осындай клетка. Мына жерде міне арып бидай мына өсіп тұрған. Қараңыз қандай әдемі. Пісіп жатыр, уже жинап жатыр уже. Бір дәннен 15-20 дән шығады бидай міне. Уже қатайған. Тіске салдырлап жатыр, піскен уже. Уже піскен. Орбаса, шаубаса болады. Уже ар жақтағы поляларды шауып жатыр. Мынадан ар жағындағы поляны шауып алды өткенде. Осыған әлі тимей жатыр. Енді осыған 1-2 күнде түсетін шығар. Міне шөп мәселесі биылдыққа шештік. Енді Алла сәтін сал. Келесі жылы да жоспарлар бар. Жоспарларымыз бар. Бірақ міне жатқы қараңыз қандай биік қылып алады екен. Мынау деген бар ғой. 10 елі ғой, 10 сантиметр. 10 сантиметр қалдырып алып жатыр.
Бірақ енді тәуекел барының берекесін берсін. Ендігі жылы енді басқаша қылып жұмыс істейміз. Қазір осындай енді. Осы полядан 1000-нан әрі алуға болады есептеп қойдық. Біздер бір бөлігін шаптық. Кішкентай бөлігін шаптық. 60 гектар шапқан шығарымыз мүмкін. Мінекей осылай. Бұл жерге ешқандай тұрған жер ғой енді. Бұл неше жылдан бері шабылмаған. Ендігі жыл бәрін шапсақ, жылда жаңағы әдемі жас шөп өсіп әдемі болады жер. Ана жақтарда отындар бар, бәрін шауып тегістеп алып тастау керек, теп-тегіс қып. Жылда сосын тегіс қып ұра беру керек. Осы поле тегіс, әдемі, жақсы екен. Ана сай, дөң, тау ештеңе жоқ. Қараңыз, теп-тегіс, 1,5-2 шақырым жер көзге көрініп тұр. Мына жақ ауыл, қараң, бәрі теп-тегіс әдемі. Міне достар, қазір шөбіміз осы. Құдай қаласа, қазір барып таң ертең 5-те шығып кетем, ертең 3 рейс қыламыз. 5-те кетем, 7-те барсам, Құдай қаласа, сәтін салса, бәрі ойдағыдай жақсы болып кетсе, ертең 3 рейс қыламыз. 7-ге дейін түсірем. 7-те барам, 8-ге дейін түсірем. Інім кетеді, 10-да келеді, 1,5-1 сағатта тиіп алады. 12-де 2-де барса, сөйтіп енді ертең 2 рейс қыламыз деп отырмыз. Көреміз енді. Ал кеттік. Достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Барлықтарыңыз отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке тілеймін.